мен сендердің кімнің сөзі және келтірген құжаты дәлелі күшті болса, мен соған үкім шығарып беремін дейді. Соныкі дұрыс деп айтамын. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір үйінде отырған кезде есіктің алдында бір дау-дамайды естиді. Сенімді хадисте. Пайғамбар шықса, екі адам бір мәселеде дауласып жатыр екен да. Пайғамбарымызға келіп тұр да, енді жаңағы шешімін табу үшін. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: сендер осылай мәселелеріңді шешу үшін тахтасимуна илайя, маған келіп, яғни проблемаларыңды, жаңағы даулы мәселелеріңді шешу үшін келесіңдер. Сол кезде хадис айтады: мен сендердің кімнің сөзі және келтірген құжаты дәлелі күшті болса, мен соған үкім шығарып беремін дейді. Соныкі дұрыс деп айтамын. Бірақ сол адам өзінікін дұрыс емес екендігін біліп тұрса, мен соның хақысына шешім шығарып тұрсам, бірақ ол біліп тұрса, ол дұрыс емес екендігін, қарсы тараптікі дұрыс екендігін, солай менің айтқанымды қабылдаса, өзіне тозаққа жол аша берсін дейді. Көрдіңіз ба? Демек, пайғамбар ішкі түйсікке, ішкі адамның моральдық, имани несіне қалдырып тұр. Мен адаммын дейді. Хадисте солай да келеді. Мен адаммын. Мен сендерге кімнің сөзі күшті, дәлелі мықты, соған үкім шығарып бере салам. Бірақ ол біліп тұрса, ол хақ, ол тарапта емес екендігін, ол соған көнбесін дейді. Ол ақиқатты айтсын дейді. Егер ол айтпаса ақиқатты, онда өзіне тозаққа жол дайындай берсін дейді. Демек, бұл жерде пайғамбар ішкі несіне қалдырып тұр, адамның моралына қалдырып тұр, иманына қалдырып тұр. Көрдіңіз бе? Сол кезде әділдік болады, сол кезде сен теріс жолмен біреудің малын, мүлкін жемейсің. Құран айтқандай.